Арман мен Айдана 15 жыл бұрын шаңырақ көтерген еді. Бір-бірін сүйіп қосылған қос ғашық үйленген соң үлкен арманмен өмірге қадам басты. Екеуі де бала сүйгісі келді. Отбасының толық болуының ең басты көрінісі сәбидің күміс күлкісі деп ойлады. Алғашқы жылдары екеуі күтіп жүрді. Алла сәтін салса, бәрі өз уақытында болады деп сабыр сақтады. Бірақ уақыт өте келе жылдар артта қалып, үміт күдікке айнала бастады. Ауыл аймақтың, туыстардың қашан балалы боласыңдар деген сөздері жүрекке тырнақтай жара салатын. Екеуі көп дәрігерге барды. Ем алды, дем салдырды. Айдана жан-жаққа барып, емшілерден де көмек сұрады. Арман да өзінше шешім іздеді. Бірақ жылдар бойы нәтиже болмады. Бұл қиындық тек Айданаға ғана емес, Арманға да ауыр тиді. Кейде ол бәлкім менің кінәм шығар деп іштей өзін-өз кінәлайтын. Дегенмен екеуі бір-біріне деген сүйіспеншілікті жоғалтпады. Әрбір қиындыққа бірлесіп төтеп берді. Бір күні Арман Айданаға: "Біз тек бір нәрсені ұмыттық", деді. "Нені?" деп таңырқай қарады Айдана. "Бәрін Аллаға тапсыруды. Біз тек өзімізге ғана сеніп келдік. Бірақ тағдырды тек Алла шешеді ғой." Осы сәттен бастап екеуі тәуекелге бел буды. Намазға жығылып, дұға етіп, Алладан шын жүректен тіледі. Уақыт өте келе, олар тағдырға риза болуды үйренді. Бала болса қуаныш, болмаса бұл да Алланың бізге берген сынағы деп қабылдады. Бір күні күтпеген жаңалық болды. Айдана өзін жайсыз сезініп, дәрігерге қаралған еді. Дәрігер оған: "Сіз ана болғалы тұрсыз", деді күлімсіреп. Айдананың көзінен қуаныштың жасы төгілді. Ол Арманға хабарлаған кезде екеуі құшағын ашып, шексіз ризашылықпен бір-біріне қарап тұрды. 9 айдан кейін олар көптен күткен сәбиін құшағына алды. Айдана мен Арман үшін бұл тек перзент емес, сенім мен сабырдың, махаббат пен үміттің жемісі еді. Олардың оқиғасы жақындар арасында тарады. Көптеген адамдар олардың төзімділігі мен сенімімен үлгі алып, өмірлеріндегі қиындықтарға сабырмен қарауды үйренді. Енді олардың шаңырағында баланың күлкісі, бақыт пен тыныштық орнаған еді. Арман мен Айдана көп жылдар күткен перзенттерін құшағына алып, бақыттан бас айналды. Қызыл шақа нәресте олардың өміріне жаңа мағына, жаңа қуаныш сыйлады. Балаға есімді ұзақ ойланып қойды. Аты Алихан болды. Алихан сәби күнінен ақ үйдің шырайын келтіріп, ата-анасының көз қуанышына айналды. Екеуі де оған бар мейірімін төгіп, бәрін беруге тырысты. Күнделікті тұрмыста жылдар бойы жинақталған ауыр ойлар да ұмытылды. Алиханның бір күлкісі бар қиындықты ұмыттыратын. Бірақ тағдырдың басқа жоспары бар еді. Алихан 2 жасқа толған шағында кенеттен ауырып қалды. Бастапқыда ата-анасы көп мән бермегенімен, ауруы асқынып, оны шұғыл түрде ауруханаға апаруға мәжбүр болды. Дәрігерлер диагноз қоюға тырысты, бірақ жағдай күн сайын нашарлай берді. Айдана мен Арман балаларының жанынан бір сәтке де ажырамады. Олар үздіксіз дұға етті, Алладан көмек сұрады. Алиханның ауруханалық төсекте жансыз жатқан бейнесін көру оларға ауыр тиді. Бір күні дәрігер олардың алдына шығып: "Бар күшімізді салдық, бірақ өкінішке орай сіздердің ұлдарыңыз", деп сөзін аяқтай алмай үнсіз қалды. Бұл жаңалық екеуін күйретті. Айдана көз жасын тоқтата алмады. Арман ішіндегі жан айқайын ешкімге көрсете алмады. Алиханды жерлеген күні олардың өміріндегі ең ауыр күн болды. Алихансыз күндер өтпейтіндей көрінді. Үй босап қалғандай болды. Арман мен Айдана екеуі өздерін шексіз кінәлап, қайғымен арпалысты. Бірақ уақыт өте келе, екеуі бір-бірін жоғалтпау үшін қайтадан бірге күресуді үйренді. "Алланың берген сынағы осындай болған шығар", деді бір күні Арман. "Иә, біз шыдап бағуымыз керек. Алихан бізді уақытша қуантса да, ол біздің жүрегімізде мәңгі қалады", деп жауап қатты Айдана. Екеуі қайтадан намазға жығылып,
өмірді қайта жалғастыруға бекінді. Олар басқа жетім балаларға көмектесуді шешті. Уақыт өте келе өздері де бір жетімді асырап алды. Сол баланы өз баласындай өсіріп, Әлиханға арнаған махаббатын соған төкті. Бұл оқиға олардың жүрегінде мәңгі жара болып қалса да, олар өмірден үміт үзбей, кез келген сынақтың артында бір қайыр барын түсінді. Арман мен Айдана жетімдер үйіне алғаш рет барған сәттерінде жүректері ерекше толқыды. Онда баланың көптігі сонша, олардың әр қайсысы ата-ана мейіріміне мұқтаж екенін жанарларынан аңғартуға болатын. Әр бұрышта ойнап жүрген балалардың арасынан қара торы, көздері мұңға толы, шамамен 3-4 жастағы ұл бала екеуінің назарын аударды. Бұл баланың аты кім деп сұрады Айдана тәрбиешіден. Оның аты Ильяс. Өте ақылды, бірақ тұйық, 1 жасында ата-анасынан айырылған, деді тәрбиеші. Арман мен Айдана сол сәтте-ақ Ильясты таңдады. Бұл шешім олардың жүрегінен шыққан еді. Барлық рәсімдерден өткен соң Ильяс жаңа үйіне келді. Алғашқы күндерде ол үндемей, жаңа ортаға үйрене алмай жүрді. Бірақ уақыт өте келе Арман мен Айдананың мейірімі оның жүрегіндегі қорқынышты жеңді. Айдана Ильясты бірінші рет ана деп атағанда көз жасын тыя алмады. Ал Арман оны әке деп айтқанын естігенде жүрегі жаралардай қуанды. Олар Ильясты өз балаларынан артық көрмесе, кем көрмеді. Ильястың ерекше қабілеті, Ильяс ерекше бала болып өсті. Жас кезінен ақ сурет салуға қызығушылығы байқалды. Қолы қалт етсе түрлі түсті қарындаштар мен қағаз алып айналасындағы көріністерді бейнелейтін. Бір күні ол Айдананың портретін салып берді. Суреттегі мейірімді көзқарас пен нәзік күлкі дәл Айданаға ұқсайтын еді. Бұл керемет, сен нағыз суретші боласың, деді Арман мақтап. Айдана мен Арман оның бұл қабілетін қолдады. Ильяс мектепке барған соңда да сурет өнеріне деген қызығушылығын арттырды. Оның жұмыстарын мұғалімдері жоғары бағалады. Ол тіпті қалалық байқауда жеңімпаз атанып, ата-анасының мақтанышына айналды. Жаралы жүректерді емдеген Ильяс өмірге келген сәттен бастап Арман мен Айдананың үйіне жылулық пен үміт әкелді. Олар Әлиханға деген сағынышты Ильястың бақытты балалық шағына арнады. Бірақ Ильястың өзі де бір күні ата-анасының өткенін білді. Әке, ана, мен сіздерді шын жүрегіммен жақсы көремін. Сіздер мені осы өмірге қайта алып келгендей болдыңыздар, деді ол бір күні. Сол сөздер Арман мен Айдана үшін өмір бойы естен кетпейтін сый болды. Ильяс олардың тағдырындағы ең үлкен қайғыны үмітке айналдырды. Ильяс есейгенде кәсібі суретші атанып, өз өнерімен әлемге танылды. Ол барлық жетістіктерін ата-анасына арнап, өзінің әрбір туындысына махаббат пен мейірім жүректі емдейді деген сөздерді жазатын. Арман мен Айдана Ильястың өміріне қарап, Алланың әрбір сынағы артында қайыры бар екенін түсінді. Олар тағдырдың оларға берген жаңа мүмкіндігі үшін шексіз шүкір етті. Шынайы оқиға каналына тіркеліп, өз ойларыңызбен төменде бөлісіп кетсеңіздер. Және лайктарыңызды басып, қоңыраушаны басуға ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.